Қоңыраулы қала. Жаңа жылды тонаушылар. Осы кезде ізгесер бәрін түсіне қояды. Ол жаңа жылды тонаушының ісі еді. Панкратжан, ол рас па? Нені айтасың? Әлгі жауыз тонаушы туралы. Бедакур, барып ұйықташы. Ертең жаңа жыл, жұмыс бастан асып жатыр. Сен таңертең манюняға бәліш әзірлеуге көмектесем дегенсің. Бәліш болса, әрине, сонда да ол келіп бас салып тонап кетсеше. Бедакур! Оқтым. Жат! Қара күшке бағынам. Бірақ жақын маңда болса не болады? Көз алдыңа елестетші. Мына Бедакурды менен аулаға кетіңдерші. Фрозия! Жоқ. Котя! Маған бұлай қарама. Жаңа жылда тонаушы туралы аузыңды ашсаң, мен үйіме қайтып кетем. Ол кітапты Панкрат берген, сондықтан Панкраттың өзі енді... Панкратжан! Кешігіп жатыр ғой. Толқып кеттім ғой. Сабыр етіңдер. Меніңше бұл әлгі... Ой, дәл солай не. Дайындалыңдар. Жыл ендер тексеріп қойыңдар. Әкеле жатыр, естіңдер ме? Естідім. Жетті ау әйтеуір. Джингл Сити! Жаңа жыл министрлігінен сәлем сауқат қабыл алыңыздар. Қазір қағып алам. Қайда барасың? Тарт қолыңда, өзім. Қуанбайсыңдар ма? Алақай! Алақай! Я. Өткен жылы бұдан гөр тәуірлеп ет. Тездетіп ашайықшы. Қане. Ұлпақар! Шырша! Ал, келе жатқан жаңа жылдарыңмен, достар. Панкратжан! Болды, жетер. Жаңа жылды тонаушылар туралы тақырыпты енді талқыламаймыз. Айтқандарың болсын. Дегенмен... Жақ! Е, жарайды, бұл тақырыпты қозғамаймын. Менің сұрайын дегенім, шыршаның астында не бар екен? Жаңа жыл министрлігінен биылғы жаңалық, жаңа жылда тәтті әуен тыңдайтын синтезатор. Жаңа жылға тәтті синтезатор солай ма? Тәттіні маған беріңдерші, өтінем, тәттіні маған беріңдерші. Бедакур, тоқта! Алаңдамаңдар, бұл қалай ашылады екен? Қане. Жоқ! Тетігін тапты. Осылай үндемей тұра бересіңдер ме? Біздің аузымыздан қандай сөз күтіп едің? Мәселен, аса құрметті Бедакур, ойың алма. Оның бәрі әншейін нәрсе ғой. Бұл түкке тұрмайтын шырша ғой. Бізге сенен артық еш нәрсенің қажеті жоқ. Түкке тұрмайтын шырша деді ме? Шыршасы жаңа жылды қайдан көрмедің? Сен Джингл Ситидегі жалғыз шыршаны құрттың. Мереке енді ғана басталғалы жатыр еді. Енді қайтып айтамыз, Жаңа жылды тонаушының нағыз өзі. Мына сенсің. Солай ма? Солай екен ғой, Ал, жарайды онда. Тамаш, енді қайтеміз? Білмеймін. Аязға шыдам дәренді! Бедакур емес, басқа пәле болды ғой. Мұнымыз
бекер болған шығар, ә? Біз тер төгіп жүрміз. Ол болса бір жерде рахаттанып жатыр. Демалып жатқанына біраз уақыт болып қалды. Неменеге сонша алаңдайсың? Бір жамандықты сезіп тұрғандаймын. Әлі өкінетін болады. Кейін түсінер. Бедокурсыз қалай жүретіндерін көрейік. Әлі алдыма жалынып келеді. Қарағым, қалқам, айналайын бедокур, бұл жерден қайта қой деп. Бұл, айтпақшы, бұл қай жер, мен қайдамын. Мен қорықпаймын. Адасқанды жоқпын. Жаңа жылды тонаушылар деген болмайды. Мұнда кім бар? Мен сені қорықпаймын. Тоқта, маған жақындама. Тұрған жерінен қозғалма. Үніңді шығарма. Жаңа жылды тонаушы жауаз көрсетем саған. Сақ бол! Я, биылғы жаңа жылды өмір ұмытпаспыз. Оны да ата білгерсек. Достар, мен бір нәрсе таптым. Мұнда бір хат жатыр. Түсінсем бермасын. Не деп жазылған екен? Өзің қараш. Не болды? Неге үндемейсің? Жауаз? Өзің үніңді шығарма дедім ғой. Қане тырп етпе. Қарсыз қыз. Ей, қыз та бас киімсіз. Маған көмек керек. Өзің қайдасың? Басыңды көтерсеңші. Аңшық. Салбырап тұрғанма бір сағат болды. Құйрығым қатып қалды. Шақырып жатырмын. Ешкім келмей қой. Жоқ. Менің басымды айналдыра алмайсың. Сенің кім екеніңді білем. Кім? Жаңа жылды тонаушы. Сүйкімді әрі қауіпті ібіліссің. Солай емес пе? Қайдағы тонаушыны айтасың? Мені шатастырып тұрсың. Ақшақар? Қайдағы Ақшақар? Білмеймін. Бұна жерде жаңа жыл министрлігінде арнайы аттестациядан өткен ақша қарсы сыйлықтарды ашпаңдар деп жазылған. Кім Ақшақар? Алғыс айтпай-ақ қой. Бұл не деген сөз? Түсінсем бермасын. Сен Ақшақар болсаң, онда мен көк жануармын. Неменеге бажы жайып қарайсың, көк жануар? Қане босат мені. Тапқан екенсің. Біле білсең, мен Ақшақар сабағын 5-ке бітіріп шыққанмын. Түсіндің бе? Дұрыс. Зұлымдықтан алдыңа жан салмайтын озат. Ормада қайда жүрсің? Айт. Шанадан секіріп түскем. Десан боп түстім. Тек сәл асығып түсіппін. Сен мен әңгіме айтып тұрғанымда? Мұнау не пәле? Жаңа жыл боп қалды. Менсіз сыйлықтарды ашуға болмайды. Сыйлықтарды өзіміз ашып қойғамыз. Мен ашып қойғам. Осы екен ғой. Осының бәрін кім ұйымдастырғанын енді түсіндім. Кім? Қане алдыма төс бас аяғыңда. Мен жаңа жыл министрлігіне шағым Маған жасамын. сұрақ қоймақшы өзі. Мерекеде шыршада қарда болмайды. Пальмағашын сәндеп жүріңдер. Обал жоқ. Әңгімен бұған әйтпесе аузы жабылмайтындарға қарсы қолданатын ерекше әдісім бар. Бізге енді Ақшақар да көмектесе алмайды. Бедокур да жоқ болып кетті. Мейлі, өзіміз ақ бәрін қатырамыз. Жаңа жырша құрамыз. Ей, достым, кел бері қарай. Достым, кел бері қарай. Жамандыққа жоламай. Жамандыққа жоламай. Өкперенішке қарамай. Достарменен жиналайық. Шыршамызды қалмалай. Не деген ғажайып көңілдіген. От шашу, жартыгелі кәмпит. Күндігеш. Жаңа жылдық жүздесуге Шыршатқа бірінге. мен де сен де ол да сен де риза бол енді. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Елге барынша қызыққа кенелген. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Сый-сияпат сыйлайтын кез келген. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Достығымыз жарасқан ежелген. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Жаңа жыл. Достығымыз жарасқан ежелген. Қаңылдырға тиіспе. Сен мұның мән тұрған жоқсың. Бұл не сонда? Дауыс жарысып жаңғырып жүріп жатыр.
Тукталыңдар, токтатыңдар. Сендерге кімді әкелгенімді білесіңдер ме? Кейін мақтай жатарсыңдар. Мақтау? Бедокур, жаңа жылда тонаушыны қолға түсіріпсің. Бедокур, арамыздағы жүрек жұтқаны сенсің, Бедокур. Сен нағыз ежүрексің. Ой, Бұл ақшақар ғой. Сондағылай. Ақшақар ма? Түсіндіңдер ме? Қане. О, міне, жаңа жылды осылай атап өту керек. Жарайсыңдар. Открой глаза, лети на свет. Ты можешь все, сильнее тебя нет. Мир полный надежд, рассвет подарит, любя. Этот мир для меня и для тебя. Откроешь ты глаза и полетишь на свет. Мы рождены для счастья и жизни долгих лет. Миллионы дорог пройти. Ты выбираешь свой путь. Лети, открой глаза, лети на свет. Ты можешь все. Раз, два, три, ура! Жаңа жылда басты нәрсе шырша да от шашуда емес. Сыйлық та емес. Жаңа жылдың ең басты сыйлығы ол достар. Федюнечка, ты бы сразу сказал, что мы идем в лес. А то и нарядилась тут платье, помада, украшения из последней коллекции Джинглери. Федюня, тебе не кажется, что мы заблудились? Фрося, мы же занимаемся спортивным ориентированием. То есть нам нужно заблудиться, а потом самим себя отыскать. А я уже устала спортивно ориентироваться. Вот, поедим, и настроение сразу улучшится. Консервы? Я фастфуд не ем. Тем более после 6. Тут всего 7 банок, но ты можешь есть первые 6. Так, а где мой ножик? Вот этот, что ли? Какой красивый кулон. О, спасибо. Это не кулон, это мой походный нож. Тут и открывашка, и отвертка, и топорик даже. Ну, для руки карточку утереть. Постоянно его теряю. Нужно повесить на что-нибудь. Тише. Кто здесь? А у вас тут что, свидание, что ли? День святого Джинглетина! Завтра! День святого Джинглетина. Вы что, забыли, что ли? Влюбленные, друзья, обмениваются подарками, открытками, ну и прочие нюни. Мне О, пора. я, кажется, карту забыл дома. Утюг забыла. О, добро пожаловать. А вот и мои первые джинглетиночки. Денек! Привет. Можешь мне помочь? Придумать джинглетинку для Фроси. Придумать, Федюня, можно кучу всего. Но я творю. Вот буду тут стоять, пока не придумаешь самую крутую джинглетинку. Самую крутую? Гигантское бархатное красное сердце. Это то, что надо. Только давай еще какую-нибудь эту надпись добавим. Типа, я твой рыцарь, а ты моя... Я твой рыцарь, а ты моя. Вот. И подпись F. Фрося? Не Фрося, а Федюня. Ого, статуя Федюни. Только не говори, что это твоя джинглетинка. Нет, конечно. Нет, это для другого проекта. Очень важный проект. Ладно, неважно.
Мне нужно подарить Федюне потрясающую джинглетинку. Что-то очень-очень крутое. Гигантское, бархатное, красное сердце. Пойдет? Точно, ты гений! Немного вызывающий, конечно, но что-то в этом есть. А давай на сердце еще надпись сделаем. Я твоя принцесса, а ты мой. Ни слова больше, предатель. Я обращусь за помощью к настоящему другу. Он мне точно не откажет. Нет, я занят. Не могу ничем тебе помочь. Вань, ну пожалуйста. Нет. А это у тебя что? Это мой преобразователь отходов. Очередное гениальное изобретение. Мое. Вот эта ваза раньше была консервной банкой. Тот вантус с ржавыми гайками. Этот молоток, он и был молотком. Ну, вряд ли твой аппарат сможет сделать какое-нибудь красивое украшение для Фроси. Сам ты не сможешь. Я тебе такое украшение сделаю с бриллиантом. Нужно только побольше всяких тряпочек и блестящих фантиков. Не знаешь, где такие найти? Знаю. Федюня, ты здесь что делаешь? Отходы сортирую. Надо заботиться об экологии. Это прекрасно, но мои отходы и так отсортированы. Фрося! Твоя джинглетинка готова! Все, как ты просила! Денек, совершенно тебя не понимаю. И вообще не мешай, мы тут с Федюней сортируем отходы. Какая джинглетинка? Ну, у тебя и фантазии. Ну, у меня и фантазии. Да у меня-то, в отличие от вас двоих, фантазия хотя бы есть. В последний раз спрашиваю, забираешь сердце? Нет! А ты? Я? Нет, ты меня к этому не приплетай. Нашли себе развлечение. Я, между прочим, художник! До свидания. Ну как? Такой маленький. Маленький. Я ему из кучи мусора сделал бриллиант, а он еще не доволен. Из такой большой кучи мусора такой маленький бриллиантик. Но давай чуть-чуть увеличим мощность. Не мелочись, дружище. Все, Федюня, ты знаешь, где выход. Выхода нет. Ну, Манюнечка, ну ты моя единственная надежда. Хорошо, хорошо. Вспоминай, что любит Федюня. Ну, консервы. Консервы – это, конечно, хорошо, но для джинглетинки нужно кое-что другое. Вот, грушево-яблочный торт. Здорово, Манюнечка. Скажи, ты приготовишь его для меня? Ну, то есть для Федюни, ну от меня. Пожалуйста. А ты уверена, что не хочешь делать это сама? Ух ты! С днем Святого Джинглетина, Федюня. Это тебе прекрасный торт, который собственноручно сделала Манюня. Спасибо большое, Манюня. Вот ты какая подруга, Манюнечка. Ты права, я сама все сделаю. Это яблоко или груша? Ах, блестяще. Я и сама справилась. Торт на кухне. На кухне? Надеюсь, ты установила на него АБЗ? Что? АБЗ – антибедокуровая защита. Какая гадость! Вы что, отравить меня решили? Ну вот, я так и знала. Ничего не выйдет. Даже бедокур отказался есть мое суфле. А что значит даже? Я, между прочим, гурман. Ах, все пропало.
постоянно его теряю. Нужно повесить на что-нибудь. Идея! Точно. Федюня. Фрося, это вот маленькая джинглетинка для тебя. Вот, это тебе. Разверни. И ты разворачивай. Какая прелесть! Только не говори, что это был твой ножик. Твоя цепочка. С днем Святого Джинглетина, Федюнечка. Это самый красивый кулон. И тебя, Фрося. А это самая красивая цепочка. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть. Скажите, что мне сердцем делать? Да отстань ты со своим сердцем! Пойдем веселиться! А теперь специальный гость программы. Встречаем! Ну что, чудище, потанцуем?